Бәріне сәлем, бізге чак-чак дайындау үшін бірінші кезекте ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, оның үстіне дәміне қарай тұз салып, және оның үстіне сода салып, барлығын бірге араластырып аламыз. Тұзы толықтай ерігеннен кейін үстінен ұнды шетінен салып отырып, қаттылау қамыр илейміз. Мен өте аз мөлшерде 2 жұмыртқа ғана пайдаланып чак-чак дайындап жатырмын. Егер сізге көптеу керек болса, онда 4 жұмыртқаға барлығын 2 еселеп пайдалана берсеңіз болады. Дайын болған қамырымызды 15-20 минутқа қойып, кішкене демалдырып алдық. Енді осылай ұнға аунатып, оны жақсылап, шұқалап жайып аламыз. Жайылған қамырымызды осылай ұзын-ұзын бөліктерге бөліп аламыз және оның үстінен бір-біріне жабыспас үшін жақсылап ұн себеміз. Дайын болған қамырымызды өздеріңіздің қалауыңыз бойынша қандай формада болса да осылай майдалап кесеміз. 4 бұрышты қылуға болады, мен турап жатқан сияқты соломка қылуға болады. Осы кезде міндетті түрде арасында ұн көп болсын, әйтпесе бір-біріне жабысып қалады. Енді чак-чагымызды қызып тұрған майға салып қуырамыз. Бір келкетіп араластырып тұруымыз қажет, әйтпесе түстері әртүрлі болып кетеді. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша қызыл түске енген кезде оны пісіріп, осылай бөлек ыдысқа салып аламыз. Чак-чакты кескен кезде міндетті түрде майда қылуға тырысыңыз, тіпті соломка болса да оны жіңішке етуге тырысыңыз. Өйткені піскен кезде ол 2-3 есе үлкейіп, қатты үлкен болып көрініп кететін болады. Міне біз чак-чагымыздың барлығын пісіріп алдық. Енді сироп дайындауға кірісеміз. Бірінші кезекте осылай ыдысқа суды құйып, оны жылытып алып, үстінен керек мөлшерде қант салып, екеуін араластырдым. Және оның үстінен бал салып, барлығы ергенге дейін және суымыз кішкене қайнағанға дейін бір келкетіп, ысытып, қайнатамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай видеода кішкене көбіктене бастады және жан-жағы қайнап жатыр. Осы кезде отты өшіріп, біздің чак-чагымыздың үстінен ыстықтай құямыз. Және өздеріңіз қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе осындай макты қосып араластырып аламыз. Және де мен өз қалауымша осылай үстінен тағы да сгущенка қостым. Барлығын бір келкі араластырып болғаннан кейін оны осындай жайпақ ыдысқа не болмаса формаға салып, барлығын тегістеп холодильникке қалдыратын боламыз біраз уақытқа. Біз пайдаланып отырған сироппен жасайтын болсаңыз, чак-чак сондай құрғақ емес, влажный, дәмі ерекше болып шығады. Осылай сироппен дайындап көріңіздер. Бұл әрине сироп қосқандықтан ол басы бірікпейді, 4 бұрышты жаңағы формада шықпайды, бірақ осылай салсаңыз да өте әдемі және дәмі ерекше болады. Сіздермен болған Айкерім, назарларыңызға рахмет.